Ассалаумағалейкум, достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Егер түрік сериалдары мен актерлері туралы осындай қызықты видеолар ұнаса, дәл қазір арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Соңғы бірнеше айда Түркияда бұрын-соңды болмаған жағдай болып жатыр. Күнде сериалдан көріп жүрген актерлер, танымал әншілер, миллиондаған оқырманы бар блогерлер, бірінен кейін бірі полицияның назарына ілігіп жатыр. 2025 жылдың қазан айынан бастап басталған антинаркотикалық операция бүгінге дейін тоқтаған жоқ. Прокуратураның мәліметінше, осы уақытқа дейін 255 адам тексеріліп, 219 адамнан сараптама алынған. Олардың 169-ынан есірткі іздері анықталып, 32 адам қамауға алынған. Ал ең қызығы, бұл тізімде біз жақсы танитын актерлердің есімдері де бар. Бурак Дениз, Серенай Саркая, Онур Туна, Хавсанур Санжактутан, Мерт Демир. Тіпті Ханде Эрчелдің де есімі тергеу материалдарында аталды. Бірақ олардың барлығының тағдыры бірдей болған жоқ. Біреулері сараптамадан кейін босатылды. Кейбіреулерінің ісі сотқа жіберілді. Ал кейбір адамдардың аты әлі күнге дейін тергеуде жүр. Ендеше, бәрін ретімен қарап шығайық. Операция кезінде ең үлкен шу шығарған есімдердің бірі Бурак Дениз болды. Махаббат сөзді түсінбейді. Мүлде басқа адам сериалдарының жұлдызына қатысты ұстап әкелу туралы ордер шыққаннан кейін бұл жаңалық бүкіл Түркияға тарады. Полиция оны басқа күдіктілермен бірге ұстады. Бурактан қан мен шаш үлгілері алынып, сараптама жүргізілді. Кейін бірнеше күдікті босатылғанымен, Бурак Дениздің ісі сотқа жолданған 5 адамның қатарына кірді. Бұл жаңалық жанкүйерлер үшін күтпеген жағдай болды. Келесі есім Ханде Эрчел. Махаббат есікті қағады сериалының жұлдызының аты да осы үлкен операция барысында аталды. Түркиялық және халықаралық бірнеше бақ оның тергеу аясында тексерілгенін жазды. Сонымен қатар оның сүйіктісі Хакан Сабанжының да аты операция туралы жарияланымдарда кездесті. Алайда дәл осы іс бойынша жарияланған ақпараттар бір-біріне сәйкес келмейді. Кейбір басылымдар Ханденің сараптамасы таза болғанын жазса, басқалары басқа мәліметтер келтірді. Ресми органдар оның жеке зертханалық қорытындысын ашық түрде жарияламаған. Сондықтан Хандеге қатысты ең нақты айтылатын нәрсе, оның аты тергеу материалдарында аталып тексеру жүргізілгені. Келесі есім Түркияның ең танымал актрисаларының бірі Серенай Саркая. Медсезер, Эрл сияқты хит сериалдардың жұлдызының аты шыққанда әлеуметтік желі бірден жарылып кетті. Өйткені көпшілік Серенайды мұндай тергеуден мүлде күтпеген еді. Оған қатысты ұстап әкелу туралы ордер шығып, полиция сараптама үшін қан, шаш және басқа да қажетті үлгілер алды. Бірақ бірнеше күннен кейін жарияланған сот медициналық есепте Серенайдың сынамасы теріс нәтиже көрсеткені хабарланды. Ал енді көпшілікті одан да қатты таңғалдырған актерге көшейік. Бұл ғажайып дәрігер және тыйым салынған жеміс сериалдарының жұлдызы Онур Туна. Ол да осы операция аясында полицияға жеткізіліп, сараптамадан өтті. Түркияның бірқатар басылымдары жариялаған ақпаратқа сәйкес, Онур Тунаның токсикологиялық талдауынан тыйым салынған заттардың ісі анықталғаны айтылды. Келесі күтпеген есім Хавсанур Санжактутан. Егер қатты сүйсең сериалы арқылы үлкен танымалдыққа ие болған актрисаның да аты тергеу материалдарында аталды. Желіде бұл жаңалыққа ешкім сенбей, жанкүйерлер арасында үлкен пікірталас басталды. Хавсанур да сараптама тапсырып, ісі тергеу аясында қаралды. Ал бұл есім шыққанда әлеуметтік желі тіпті дүрлікті. Өйткені ол, соңғы жылдары Түркиядағы ең танымал әншілердің бірі Мерт Демир. Әсіресе оның Ханде Эрчелмен байланыстырылған қарым-қатынасы туралы қауесеттер әлі басылмай тұрған кезде, жаңа тергеу туралы жаңалық оның атын қайтадан күн тәртібіне шығарды. Мерт Демир де полицияның тексеруінен өтті. Ендігі есім Түркияның ең танымал актрисаларының бірі Берен Саат. Тыйым салынған Махаббат, Көсем Сұлтан сериалдарының жұлдызының аты шыққанда жанкүйерлердің көбі мұның жалған ақпарат екеніне сенген. Бірақ көп ұзамай бұл ақпарат расталды. Берен Саат күйеуі, танымал әнші Кенан Doğuluмен бірге полиция бөлімшесіне шақырылып, токсикологиялық сараптама тапсырды. Бұл жаңалық Түркияның ғана емес, шетелдік бақтың да басты тақырыптарының біріне айналды. Алайда тергеуден кейін ерлі зайыптыға қатысты қамауға алу шарасы қолданылған жоқ. Олар заң талаптарына сәйкес сараптамадан өтті. Келесі есім көпшілікті қатты таңғалдырды. Бұл Түркиядағы ең танымал әншілердің бірі Мейбл Матис. Оның шығармашылығын миллиондаған адам тыңдайды. Сондықтан оның да аты тергеу тізімінен шыққанда әлеуметтік желі тағы да жарылды. Прокуратура оның да сараптамадан өтетін адамдардың қатарында екенін хабарлады. Ал бұл есім сериал жанкүйерлеріне өте жақсы таныс. Клюквенный шербет. Сериалының актрисасы Фейза Дживеликте операция аясында полицияның назарына ілікті. Ол сараптама тапсырып, ісі прокуратура бақылауына алынды. Желіде бұл жаңалық үлкен резонанс тудырды. Өйткені дәл сол кезде Клюквенный шербет Түркиядағы ең танымал сериалдардың бірі еді. Келесі күтпеген есім Ибрагим Чериккул. Қарақ Махаббат, Құс ұшуы сериалдарының жұлдызы да тергеуге шақырылғандардың қатарында болды.
Бұл жаңалық шыққан сәтте көптеген жанкүйерлер сенбей, оның әлеуметтік желідегі парақшаларына мыңдаған пікір қалдырды. Полиция актерден де қажетті сараптамаларды алып, іс материалдарына қосты. Ал енді ең даулы жағдайлардың біріне келейік. Танымал әнші Ильяс Элчинташтың үйінде тінту жүргізілген кезде полиция электронды таразы тапқанын хабарлады. Дәл осы жаңалық Түркияда өте үлкен талқылауға себеп болды. Өйткені мұндай заттың табылуы істің қарапайым тексеруден гөрі күрделірек екенін меңзейте бағаланды. Қазіргі уақытта бұл іс бойынша тергеу жалғасып жатыр. Осылайша небәрі бірнеше айдың ішінде Түркиядағы жүздеген танымал тұлға антинаркотикалық операция аясында тексерілді. Актерлер, әншілер, инфлюенсерлер, тіпті бәріміз күнде сериалдан көріп жүрген жұлдыздар да бұл тергеуден тыс қалған жоқ. Бұл операцияның нақты немен аяқталатынын уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе анық. Соңғы жылдары Түркия шоу бизнесі мұндай ауқымды тексеруді бұрын соңды бастан өткермеген.